Ақбөкен неге киелі? Адам ата жерге түскенде оның жүзін бір көруге күллі жануар ынтық болыпты. Солардың арасынан алғаш көрген Ақбөкен екен. Адамды көру үшін Торғай даласынан Жида тауына тоқтамай шауып, 7 күнде жетіпті. Адам ата мен Хауана тау етегіне отау тігіп тіршілігін бастап жатыр еді. Ақбөкеннің тұяғы тасқа қажалып, шаршап, шалдығып, ақ отауға жеткенде сүрініп құлады. Адам оны көтеріп үйіне әкелді. Аузына інжір жапырағын берді. Мейірленіп тұмсығынан сипайды. Пайғамбардың аяулы алақаны тиген соң киіктің тұмсығына сымбат бітті. Екі танауы желбіреп, көзі мөлдіреп шыға келді. Жауырыннан саусағымен тарағанда денесінен жұпар аңқыды. Тұяғына мүбәрак қолы тигенде қасиет тарыды. Желден желгір болды. Мүйізіне 1001 дертке ем болатын қасиетті қонды. Пайғамбардың алақаны беліне тиіп еді, ол да құдіретке толды. Буаз кезінде елігінің жынысын қалауына сай өзгерте алатын жануарға айналды. Киіктің арнайы келісіне риза болған Адам ата, жануарым, бұйымтайың болса айт, тәңірден дұға тілеп мұқтажыңды өтейін деді. Сонда Ақбөкен, төлдегенде құралайым шыбын-шіркейге жем болады, одан қалса қасқыр шабады. Даланың шөбі төлеме ауырлық етіп, қоң жинай алмай қиналады. Осыған бір шара болса, деді көзі мөлдіреп. Адам ата жаппар хаққа киіктің арызын жеткізді. Тілегі заматта қабыл болды. Содан бастап Құданың құдіретімен киік төлдер кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шығартпас суық тұрады екен. Бұл құралайдың салқыны деп аталады. Сол мезгілде қасқырдың да киікке деген тәбеті тыйылады. Құралайлар көшке ілескенше оған жақындай алмайды екен. Жас киікке арнап даладан түйетабан деген шөп шықты. Ол тек Ақбөкен төлдер кезде ғана көгеріп, көктеп, кішкене лақтарға азық болады деседі. Осыдан соң киікке кие бітіп, қасиетті түс тағысы саналыпты. Киіктің де киесі бар, пайғамбардай иесі бар деген сөз осыдан қалыпты.